Сәлем достарым, мен сендерді еліміздің бас қаласы Астана қаласына саяхат жасауға шақырамын. Астана Қазақстанның жүрегі, елдің тәуелсіздігі мен бірлігінің нышаны. Сапарымды мен ең алдымен Ақордадан бастадым. Ақорда Қазақстан президентінің резиденциясы. Ол Есіл өзенінің бойында орналасқан әсем ғимарат. Оның биік күмбезі мен ақ мәрмәр қабырғалары еліміздің айбынын көрсетеді. Келесі аялдамам Бәйтерек монументі. Бұл Астананың ең танымал символы. Бәйтеректің ең жоғарғы жағына көтеріліп, қаланың бүкіл көрінісін толықтай көруге болады. Бұл ескерткіш қазақ халқының жаңа дәуірге қадам басқанын білдіреді. Достарым, Бәйтеректің ең жоғарғы жағы алтын тәріздес шар. Оның ішінде Қазақстан Республикасының алғашқы президенті Нұрсұлтан Назарбаев атамыздың қолының ізі тұр. Бәйтерекке барған әрбір адам сол қолдың ізіне өзінің алақанын қойып, еліміз аман болсын, тек жақсылық болсын деп тілегін айтып, естелікке, суретке түседі. Достарым, мен де өз алақанымды қойып, Қазақстанымыз өркендеп, дами берсін деп тілегімді айтып, суретке түстім. Ал бұл бейбітшілік және келісім сарайы. Оның ішінде түрлі халықаралық кездесулер мен мәдени шаралар өткізіледі. Бұл ғимарат әлем халықтарының татулығын дәріптейді. Балалар, бұл жерде біздің еліміздің мемлекеттік рәміздері, туы, елтаңбасы және гимні көрсетілген. Көк туымыз бейбіт аспанымыздың белгісі. Ортасындағы күн мен қыран құс еркіндіктің символы. Елтаңбада шаңырақ пен пырақ бейнеленген. Ол бірлікті білдіреді. Ал гимн шырқалғанда кеудемді ерекше мақтаныш сезімі кернеді. Тәуелсіз еліміздің гимні қосылған уақытта барлығымыз орнымыздан тұрып, қолымызды жүрегімізге қойып, бірге қосылып айтамыз. Астана заманауи және көрікті қала. Бұл саяхат мені өз елімді одан да әрі құрметтеуге, жақсы көруге үйретті. Отан сенің атанаң, отан досың бауырың, отан өлкең Астанаң, отан аудан ауылың, отан тарих, отан тіл, жасаған елің, ер халқың, отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын.